әуелі мына нәрсені айтқым келеді. Аллах тағала Құран кәрімде айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аудуани астаджибу лакум. Дұға қылыңдар, мен сендердің дұғаларыңды қабыл етемін деді. Демек, пенде Алладан жалбарынып бір нәрсені сұраса, ол дұға Аллаху субхану ва тағаланың құзырында қабыл. Ал енді қандай дұға абзалырақ, қандай дұға жақсырақ деген нәрсеге келетін болсақ, мен айтпаймын мына дұға жақсырақ, мына дұға абзалырақ демеймін, бірақ пайғамбардың мына бір хадисін айтқым келеді. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Муаздың қолынан ұстап тұрып былай айтады дейді: ей Муаз, мен сені Алла үшін жақсы көрем, және саған бір нәрсені өсиет еткім келеді. Мен саған қазір бір дұға айтам, осы дұғаны әрбір намазың соңында тастамашы, ей Муаз, деп айтады дейді. Ол дұға мынандай: Аллахумма а'инни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. Мағынасы: я Раббана Карим, өзіңе зікір етуде, өзіңе шүкір етуде, әрі көркем түрде саған құлшылық етуде маған жәрдем берші деген дұға. Мен мына дұға абзалырақ демеймін, мына дұғаға келейік. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Муаздың қолынан ұстап тұрып, және былай айтады дейді: әрбір намазың соңында осы дұғаны тастамашы деп айтады екен.